Әріптестер, қайырлы күн баршаңызға. Жұма күні, жұмыс күні білеміз. Әлі аяқталған жоқ жұмыс күні. Бірақ осы сіздерден келген бір сұраныспен осындай вебинар өткізіп жатырмыз. Бүгінгі вебинарды ұлттық волонтерлік желі SMM менеджері өткізетін болады. Бүгінгі кездесуде сіздерге кішігірім посттарды қалай жазу керек екендігін, қандай түстер қолдануға болатынын айтатын болады SMM менеджеріміз. Одан бөлек кішігірім бір гайд, шпаргалка, бір құжат дайындадық сіздерге. Кездесуден кейін группада осы жазбамен бірге құжатпен де бөлісетін боламыз. Енді бастамас бұрын Google Classroom жайлы бір екі сұрақ келген маған, соған бір кішігірім жауап берейін. Иә, қараңыздар, сіздер Google Classroomға барлықтарыңыз кірдіңіз деген үміттемін. Міне, кірген кезде ең басында осы парақша сіздерге лента. Бұл жақта сіздер лента емес, заданияға кірулеріңіз керек. Міне, үш жағында, қазір көрсетейін. Міне, үш жағындағы лента. Жақсы, сіздер заданияға кіресіздер. Заданияны басасыздар. Міне осы жақтарда сіздердің осы апта өтуіңіз керек сабақтарыңыз бар. Естеріңізге сала кетейін. Ең басында pretесттен өтуіңіз керек. Претестке басасыздар. Астында тесттің өзі шығады. Сол тестке бассаңыздар, міне осындай pretест шығады. Бұл ешқалай сіздердің бағаларыңызға, сертификаттарыңызға әсер етпейді. Бұл жай ғана сіздердің білімдеріңізді біз үшін, зерттеушілер үшін бір бақылау үшін ғана қажет. Одан бөлек осы апта сіздердің өтуіңіз керек бірінші модульдің сабақтары. Міне осы түгел бірінші модуль. Бірінші модульдің ішінде екі сабақ бар. Біріншісі асардан бастап қазіргі Қазақстандағы волонтерлікке дейін деген сабақ. Екінші сабақ төтенше жағдай волонтерлік деген сабақ. Екі сабақтың әрбір сабақтың бір тапсырмасы бар. Ол тапсырманы міне осы жаққа басып көре аласыздар. Бірінші сабақтың практикалық тапсырмасы және екінші сабақтың практикалық тапсырмасы. Бірінші сабақтың практикалық тапсырмасы мен волонтермын деген публикация жасау Инстаграмда. Бұл жақта кішігірім ақпарат бар, қалай жазу керек, не қолдану керек деген сияқты. Және форматтар жайлы айтылған. Осы форматтар жайлы бізге қазір біраздан кейін Сакош ханым айтатын болады. Біздің SMM менеджеріміз. Және екінші сабақтың да тапсырмасы, ол да пост жазу. Төтенше жағдай кезінде қалай дұрыс көмектесу керек туралы бір пост жазу болады. Ол туралы да сіздерге ақпарат береді Сакош ханым. Әзірше сұрақ бар ма? Сұрақтарыңыз бар болса, тез жауап берейін Google Classroomға байланысты. Естеріңізге сала кетейін, компьютермен де кірсеңіздер де болады. Немесе телефонға арнайы өзінің приложениясы бар, сол приложенияны скачать етіп, сол арқылы оқысаңыздар болады. Ендеше мен сөз кезегін Сакош ханымға берейін. Презентацияны өзім ашайын ба, әлде сізге Жоқ, берейін ба? менде дайын тұр уже. А, Барлықтарыңызға сәлем. Мен казволонтир.kz инстаграм парақшасының SMM маманы болып қызмет атқарамын. Бүгін сіздерге кішкене ғана шпаргалка дайындап келдім. Төтенше жағдай саласындағы контентті қалай жүргізу керек, және менің кішкене кеңестерім. Айып етпесеңіздер, қазақша ғана айтатын боламын. Егер түсінбеген орысша сөйлейтін адамдар болатын болса, сұрақ қойсаңыздар жауап беретін боламын. Қазір көрініп тұр ма сіздерге экран? жоқ, әлі ашылған жоқ. Міне енді ашылды. Мгм. Мгм. Так, ой. Бүгін біздің гайдымызда төтенше жағдай саласында қалай контентті біркелкі әдемі етіп жүргізу туралы айтып беретін боламын. Қысқа нұсқа және соңында сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біз төтенше жағдай ә, бойынша контент жүргізген кезде баршасына түсінікті осындай иконкалар қолданамыз. Және текстті ұзақ жазбаймыз, себебі төтенше жағдай өздеріңізге белгілі өте кішкене түсіндіруге қиын тақырыптардың бірі. Сол себепті түсінікті және қысқа нұсқа жазатын боламыз. Мынау менің салған посттарымның бірнеше үлгісі. Осындай стильде біз саламыз казвалентин.kz сайтына.
Инстаграм парақшасына. Және логотиптер сіздерге, қателеспесем, маңызды емес қою қоймау. Бірақ біз логотиптерді осындай реттілікпен, және егер пост қазақша болатын болса қазақша қоямыз, орысша болатын болса орысша логотиптерді қоямыз. Және логотиптер үнемі посттың үстіңгі жағында орналасады. Сонымен қатар бізде онлайн волонтерлерге арналған астында тұратын текст бар. Осы текст, уайымдамаңыздар, бұл тексттің барлығы сіздерге берілетін болады, гайд группаға жіберілетін болады. Және сонымен қатар хэштегтер, бірақ бұл жерде қазір инстаграмның форматы бойынша 5 қана хэштег қолдануға болады. Мына жерден мен алып тастап сіздерге жіберетін боламын, оны тоже уайымдамаңыздар. Және ең маңызды біздің бөлігіміз ол біздің цветовая палитра. Төтенше жағдайда біз тек қана осы түстерді маңызды түстер ретінде қолданамыз, яғни біз заголовокты жазған кезде міндетті түрде оранжевыйды қолданамыз, ал под заголовок деген кішкентай размердегі шрифтпен жазылатынды біз көбінесе мынау жасыл изумрудный цвет тұр ғой, сол цветті қолданамыз. Ал басқа цветтер бар, міне осы ашық цветтерді біз фонға қолданамыз. Пастель осындай цветтерді. Ол біздің дизайнымыз өте қатты ауыр болып кетпеу үшін қажет. Сонымен қатар көзге және де қарапайым адамдарға көрген кезде әдемі болу үшін. Және байқаған боларсыздар, біздің төтенше жағдай волонтерліктің контентінің ерекшелігі ол бізде қазақша элементтерді қолданамыз. Осындай бізде қазақша оюларды қолдануға тырысамыз, себебі ол қазіргі уақытта трендте және өте стильді көрінеді. Және аса бір маңызды пункт ол шрифттер. Біз осы шрифтті қолданамыз канвада, болмаса басқа, егер сіз басқа платформада жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл тегін түрде қолжетімді, ешқандай да сатып алудың қажеті жоқ шрифт. Осы шрифтпен қазақша да жазыла береді, әдемі болып, орысша да, қазақша да, ағылшынша да жазыла береді. Сол себепті осы шрифтті қолдануға біз кеңес береміз. Және сонымен қатар заголовок міндетті түрде жирныймен жазылу керек, яғни үлкен әріптермен. Ал астында тұратын подзаголовок деп айтамыз, оны біз жирный қылмасақ та болады, бірақ цветін басқаша қылу міндетті болады. Сонымен қатар біз градиенттерді мүлдем қолданбаймыз, однотонны түстерді қолданамыз, және көріп тұрғандарыңыздай тень қолданбаймыз. Мысалы, адам туралы мен неліктен волонтермын деген кезде өзіңіздің суретіңізді қолданатын болсаңыз, біз артына тень қолданбаймыз. Біз обводка қолданамыз, сол кезде постымыз тоже солай стильный, молодежный форматта болады. Және астына көріп тұрғандарыңыздай, біз егер тексттің астына плашка қоятын болсақ, дөңгеленген түрін қоямыз, төртбұрыштысын қоймаймыз. Өйткені төртбұрышты грубы көрінеді, ал дөңгелек бір мягкий, сондай күшті болып выделять етеді текстті. Сіздердің онлайн волонтерлікке қосылғандарыңызға өте қуаныштымыз, және сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Уайымдамаңыздар, барлығы осылай контентті жүргізуге үйреніп кетеді деген сенімдемін. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Мен сәл бір кішігірім нәрсе қосып жіберейін, иә. Неге біз сіздерге жаңағы ұқсас шрифттерді қолдануға, ұқсас цветовая палитраны қолдануға кеңес береміз? Өйткені біз бір-біріміздің посттарымызды хэштег арқылы табатынымыз, иә. И сол хэштег арқылы өткен кезде барлықтарымыздың посттарымыз бір келкі болып көрінетіндей қылып жасау үшін негізі керек бұның барлығы. Сол себепті жаңағы Сакош ханым айтқан цветовая палитраны және шрифттерді байқап қарап отырсаңыздар, иә. Сұрақтар келді. Иә, рахмет сізге. Волонтерлік жұмысқа арнайы инстаграм парақша ашса болады ма? Негізі, иә, болады, бірақ та айтып өтейін, иә, біз үшін біздің жалпы мақсатымыз не? Және сіздерден қалаған нәрсеміз не? Сіздерге дұрыс ақпарат бере отыра, сіздердің инстаграмдарыңыз арқылы сол дұрыс ақпаратты сіздердің таныстарыңызға жеткізу, сіздің аудиторияңызға жеткізу, иә. Негізі, иә, арнайы парақ ашсаңыз болады, бірақ оның ішінде де сіздердің таныстарыңыз болса, аудиторияңыз болса жақсы болады. Яғни фейк, бір нулевой, пустой парақша болмасын. Өйткені әйтпесе мәні қалмайды сіздің жұмысыңыздың. Қайрат мырза да сұрақ бар екен. Аха.
кішігірім. Дауысыңыз келмей жатыр. Енді естіледі ма? Енді келді аха. Мен сұрағым мынандай да, менде қазір өзіме личный блогым бар ғой, Мгм. микроблогер деген бар. Мгм. Парақшам. Супер. Сода мен соны қоса жүргізіп болатын шығар деп ойлаймын да, жүргізуге. Тіптен жақсы, конечно. Былай да жасасаңыз болады. Әртүрлі платформаларыңыз бар болса, әртүрлі аудиторияңыз бар болса, бір постты екі жерде, үш жерде салып отырсаңыздар да болады. Мысалы, А, Телеграм канал мен Инстаграм жүргізсеңіз, Телеграм каналыңызға да салсаңыз болады, блогыңызға да салсаңыз болады, ол тіптен жақсы. жоқ, Threads та бар ғой да, мысалы қолдан оған да салуға болады ғой. Болады, конечно. Сосын бір сұрағым тағы да, мысалы пост жаңағыдай жазғанда біздер обязательно сол жаңағыдай оформлениемен жасау керек па, или по-своему жасауға да болатын тапсырмаларды? Өздеріңіз білесіздер, бұл тек қана осы оранжевый түсте жасасаңыздар болды, фантазияларыңызға байланысты неше түрлі дизайнмен жасасаңыздар болады. Да, просто ол ұзақ уақытты алады ғой ондай пост, мысалы 25-не дейін бір тапсырманы орындау керек ол деген, ондай оңай емес та Иә, монтаждау иә, ондай нәрсе, түсінеміз. по Иә, идее. Просто болады. біздер өзімізше айтсақ болады ма, бірақ сіздердің хэштегтерін белгілеп жаңа барынша как получится деп жатқан ғой, или ол да тексерістен өтеді ма ондай нәрселер, посттар? Біз сіздерді никаким образом там қысқымыз или шектегіміз келмейді. Мхм. Конечно, сіздер жаңағы шығармашылығыңыз қай нәрсеге жетіп жатса, қолданыңыздар максимальный түрде. Ол тіптен жақсы. А, Неғұрлым қызық болса, соғұрлым жақсы біздер үшін да. Қызық хорошо. посттарды сосын біз өзіміздің парақшаларымызға аламыз деген сияқты Иә. нәрсе. Но біздің месседжіміз, біздің қаламыз мынандай. Сіздерде мысалы таңдау болса, мынандай түс Мгм. қолданайын ба, или мынандай түс қолданайын ба деген кезде, біз сіздерге берген цветовая палитрадағы түстерді қолданыңыздар деген сияқты нәрсе. Мгм. Жалпы түсінікті. Мгм. Бұнда еще срок бар ғой да бізде? Сроки есть, да, Иә, получается? 25-іне дейін, осы айдың 25-іне дейін включительно бірінші, екінші постты шығаруларыңыз керек. Мгм. Пост, видео, андай баяғы, мысалы мен волонтерский жұмыстарым бар еді, соны баяғы сол фотолар салсам ол болмайтын шығар да? Или обязательно Жоқ, жаңа неге болмайды, информацион, болады. да? Форматпен сіздерді ешқалай шектемейміз. Видео жасасаңыз болады, рилс, там, не знаю, фото қолданып пост жасасаңыз болады. Барлығы болады. Астында текстін қалай жазамыз сонда? Ол өзіміз де білеміз да, получается, жаңа. Не үшін волонтер болдым? Иә, Жаңағы бірінші тапсыр. посттың астындағы тексті өздеріңіз жазасыздар. Жаңа тақырып бар ғой, мысалы, мен волонтермін деген сияқты. Иә, Ол иә. жақта қызық бір ақпарат жазсаңыз мүмкін, білмеймін енді, оны өздеріңіз білесіздер уже максимально. Мгм. Мгм. Хорошо. Басқа сұрақ жоқ та? Пока жоқ. Болса қазір. Жақсы, онда әріптестер, сіздердің де уақыттарыңызды алмай жұмыс күні. Сакош ханымға көптен көп рахмет. Сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Бүгінгі кездесуінің жазбасын және гайдты сіздерге группаға жіберетін боламыз. Сұрақтарыңыз болып жатса, қайтадан айтып өтейін. Жобаның мейлына жазсаңыз болады: aman.project.kz@gmail.com. Рахмет, кездескенше. Сіздердің посттарыңызды күтеміз. Сау болыңыздар.